Кең даласы мен бай тарихы бар Қазақстан жерінде желмен сыбырланған құпиялар жатыр. Оның алуан түрлі ландшафтында өткен дәуірдің қалдықтары, елес қалалар шашыраңқы. Бұл қараусыз қалған елді мекендер уақыт өте келе үнсіз куәгер болып тұр. Олар өткенге көз жүгіртуге мүмкіндік береді. Адамзат өркениетінің құлдырауы мен ағымын еске салады. Бұл елес қалалар тек тастанды ғимараттардан артық. Олар естеліктер капсуласы, әрқайсысының айтатын ерекше әңгімесі бар. Кейбіреулері бір кездері шулы кеншілер қалашықтары болған. Олардың көшелері бақыт іздеген ізденушілердің үміттері мен армандарына толы болған. Басқалары жанды қауымдастықтар болды. Олардың өмір сүруі сол кезден бері жойылып кеткен салалармен байланысты болды. Бұл елес қалалардың тыныштығы елес. Дегенмен, олардың қаңырауында белгілі бір сұлулық жатыр. Табиғат бұл кеңістіктерді біртіндеп қайтарып алуда. Ауа райына төтеп берген ғимараттар адам рухының төзімділігінің куәсі ретінде тұр. Қазақстанның көптеген елес қалалары өздерінің өмір сүруіне және жойылуына Кеңес одағына қарыздар. Осы кезеңде индустрияландыру және ұжымдастыру көптеген жоспарланған қауымдастықтардың құрылуына әкелді. Бұл қалалар кен өндіру немесе өндіріс сияқты нақты салалардың айналасында салынған. Кеңес одағының 1990 жылдардың басында ыдырауы бұл қалаларға қатты әсер етті. Орталықтан жоспарлау мен экономикалық қолдаудың жоғалуымен көптеген салалар күйреді. Оларға тәуелді қалалар экономикалық тірексіз қалды. Адамдар жұмыс пен мүмкіндік іздеп үйлерін тастап кетуге мәжбүр болды. Бір кездері гүлденген қауымдастықтар біртіндеп босап, түнде елес қалаларға айналды. Бір кездері тіршілікке толы ғимараттар бұзылып, бос терезелері қараусыз көшелерге қарап тұрды. Қазақстанның елес қалаларының тастап кетуі тек кеңес дәуірінің мұрасы емес. Кейбір қалалар жақында болған экономикалық өзгерістер мен экологиялық мәселелерге байланысты өз тағдырларын кездестірді. Бурылбайтал қаласы бұған айқын мысал. Бір кездері Арал теңізінің жағасындағы шулы балық аулау орталығы 20 ғасырдың ең ауыр экологиялық апаттарының бірінің құрбаны болды. Арал теңізінің тартылуы, оның салаларының бұрылуынан туындаған балық аулау өнеркәсібін қиратты. Теңіз шегінген сайын, қаланың тағдыры да шегінді. Бір кездері мол балық қоры азайып, қаланың тіршілігі буланып кетті. Бүгінде Бурылбайтал адам әрекеттерінің күтпеген салдарының айқын ескерткіші болып тұр. Қазақстандағы әрбір елес қала өзінің тарихы мен оны тастап кетуге әкелген күштермен қалыптасқан өзіндік ерекше сипатқа ие. Кейбір қалалар қараусыз қалғанымен салыстырмалы түрде бүтін күйінде қалады. Олардың ғимараттары ескіргенімен және қараусыз қалғанымен әлі күнге дейін өткендерінің куәсі ретінде тұр. Басқалары уақыттың тоқтаусыз жүрісіне бой алдырды. Ғимараттар қараусыздық салдарынан құлап, шатырлары опырылып, қабырғалары біртіндеп элементтермен қайтарылып жатыр. Табиғат өзінің тұрақты жолымен адамның іздерін біртіндеп өшіріп жатыр. Ыдырауына қарамастан, бұл елес қалалар елес сұлулыққа ие. Тыныштықты тек сынған терезелер арқылы, ысқырық соққан желдің дыбысы мен бұл қараусыз қалған құрылыстарды өз үйіне айналдырған құстардың дыбыстары ғана бұзады. Қазақстанның елес қалалары туралы жергілікті аңыздар мен әңгімелер көп. Бұл бұрыннан қызықты жерлерге жұмбақ пен қызығушылық әкеледі. Кейбір ертегілер бұрынғы тұрғындардың рухтары туралы айтады. Олар кете алмайды. Олардың қатысуы елес тыныштықта сезіледі. Осындай аңыздардың бірі Кеңес ядролық сынағының орнына Жакчаган елес қаласын қоршап тұр. Жергілікті тұрғындар ерекше жарықтар мен түсініксіз дыбыстар туралы сыбырлайды. Оларды сынақтан зардап шеккен тынымсыз жандарға жатқызады. Бұл әңгімелер шындық па, немесе жай ғана шектен тыс қиялдың жемісі ме? Олар бұл тастанды жерлердің жұмбақтығына тағы бір қабат қосады. Олар бізге бұл қалаларда бір кездері нақты өмірі, үміті мен армандары бар нақты адамдар тұрғанын еске салады. 6 бөлім. Балқаш 9 жұмбағы. Қазақстанның елес қалаларының ішінде Балқаш 9 ерекше тартымдылыққа ие. Кеңес дәуірінде құпияға оранған бұл бұрынғы жабық қалада бір кездері Кеңес ғарыш бағдарламасына қатысқан мыңдаған адамдар тұрған.
Кеңес одағы ыдырағаннан кейін, Балқаш 9 тастап кетілді. Оның құпиялары уақыт өте келе жоғалып кеткен сияқты. Қаланың кенеттен тастап кетуі және оның ғарыш бағдарламасымен байланысы болжамдар мен қастандық теорияларын тудырды. Балқаш 9 халқына не болды? Олар қандай құпияларды қалдырды? Бұл сұрақтар тарихшыларды, зерттеушілерді және шытырман оқиғаларды қызықтыра береді. Бұл қаланың жұмбақ аурасын арттырады. 7-ші бөлім. Уақытта қатып қалған қала. Сарыөзек елес қаласы кеңес дәуіріндегі өмірге ерекше көзқарас ұсынады. Бұл тастанды кеншілер қаласы уақыт өте келе қатып қалған сияқты. Оның көптеген ғимараттары мен заттары салыстырмалы түрде бүтін күйінде қалды. Сарыөзекке кіру 1980 жылдарға оралу сияқты. Қараусыз қалған мектеп ауласында балалардың күлкісінің жаңғырығын естуге, немесе тастанды асханада ыдыс аяқтың сылдырын елестетуге болады. Сарыөзектің уақыт капсуласында күнделікті өмірдің артефактілері сақталған. Ойыншықтар, киім-кешек, жиһаз және тіпті кетуге асығыс қалдырылған жеке заттар. Бұл қалдықтар бір кездері бұл бос кеңістіктерді толтырған өмірдің өкінішті ескерткішін ұсынады. 8-ші бөлім. Естелік сақшылары. Қазақстанның елес қалаларының болашағы не болады? Кейбіреулері ыдырай береді. Олардың әңгімелері жыл сайын біртіндеп жоғалып кетеді. Басқалары ұмытылған дәуірдің қалдықтарын зерттеуге құмар туристерді тартатын туристік бағыттар ретінде жаңа өмір табуы мүмкін. Тағдырына қарамастан, бұл елес қалалар естелік сақшылары ретінде қызмет етеді. Олар бізге тарихымызды, тіпті оның онша тартымды емес тарауларын сақтаудың маңыздылығын еске салады. Олардың әңгімелері, экономикалық өзгерістер, қоршаған ортаға жауапкершілік және қазақ халқының төзімді рухы туралы құнды сабақтар береді. 9-ші бөлім. Өткенге көзқарас, болашаққа көпір. Қазақстанның елес қалалары тек тастанды елді мекендерден артық. Олар адамзат тарихының құлдырауы мен ағымының өкінішті ескерткіштері. Олар өткенге көз жүгіртуге мүмкіндік береді. Бұл бізді әлемімізді қалыптастыратын күштер туралы ойлануға шақырады. Біз кирандылардың арасында тұрғанда, өз өміріміздің өткінші табиғатын еске түсіреміз. Бұл қалалардың әңгімелері көбінесе қайғыға толы болса да, төзімділік, бейімделу және адам рухының мәңгілік күші туралы айтады. Бұл елес қалалардың естелігін сақтай отырып, біз олардың әңгімелерін тірі қалдырамыз. Олардың келесі ұрпақтарға үйретуін және шабыттандыруын қамтамасыз етеміз. Олар өткен мен болашақ арасындағы көпір ретінде қызмет етеді. Өзгерістер мен белгісіздіктерге қарамастан, жаңаруға үміт әрқашан бар екенін еске салады.